Ассаламағалейкум. Ұлттық арнада айту оңай бағдарламасы. Бүгінгі күннің талабы жеке кәсіпкерлік, шағын және орта бизнес кез келген нарықтық экономиканың қозғаушы күші. Бүгінде көптеген қазақстандықтар өз кәсібін ашсам, жұмысты дөңгелетсем, байысам, еліме пайдамды тигізсем деп армандайды. Оны ашудың жолы қандай? Ашқандардың жағдайы қандай? Бүгінгі әңгіме осы туралы. Алдымен сюжет көрейік. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы Қазақстан Республикасы президентінің жаңа 10 жылдық жаңа экономикалық өрлеу, Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауын және Қазақстанның 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін әзірленген бағдарлама. Бағдарламаның басты міндеті біріншіден жаңа бизнес бастамаларын қолдау, екіншіден кәсіпкерлік секторды сауықтыру, үшіншіден кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету, төртіншіден кәсіпкерлік әлеуетті күшейту. Бағдарламаның іске асырылуы аясында алдымен кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Айталық, жобаларды іске асыру үшін банк кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлеменің бір бөлігін субсидиялайды және банк кредиттері бойынша ішінара кепілдік беріледі. Борышкерге өсімпұлын есептеместен бюджет алдындағы салық берешегін өтеу мерзімін кейінге шегереді. Мұнымен қоса кәсіпкерлердің құқығын қорғауға мән беріп, мемлекеттік салықтан жеңілдіктер қарастырады. Бұл бағдарлама кәсіпкерлікті қолдаудың тиімді құралына айналды деуге болады. Дегенмен кемшін тұстарда жоқ емес. Бағдарлама аясында пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау жұмысы кейбір облыстарда сылбыр жүргізіліп жатқаны да жасырын емес. Оның дәлелі өңірлік комиссиялар мақұлдаған 155 жоба бойынша қаржы тапшы болып жатқанын депутаттар тілге тиек еткен еді. Қаржыны ұтымды пайдаланып, нақты жұмыс жасау туралы елбасы жиі айтып келеді. Игілігін ел көрсе, мәліметтер бойынша бағдарламаны жүзеге асыруға келесі 2014 жылы 46,7 миллиард теңге қарастырылмақ. Біздің алғашқы кейіпкеріміз несие алып, жұмысын жүргізіп отырған адам. Бірақ жағдайы қандай екен? Өзінен сұрайық. Қарсы алыңыздар. Талғат Көштеков Бақанастан келіп отыр. Тәке, қош келдіңіз. Ассаламалейкум. Оғалейкум ассалам. Түрлі өтіңіз. Саламатсыздар ма? Жеке кәсіпкерсіз. Жеке кәсіпкермен. Менің естуімше, несие алып, наубайхана ашқансыз, солай ма? Солай. Сіз наубайхана аштыңыз. Аштым. Неге наубайхананы таңдап алдыңыз? Біз ең басында 96 жыл дүкеннен бастағанбыз, кішігірім. Жолдасым екеуміз. Содан дүкеннің атын біз Айтуар деп семьямыздың атынан қойдық. Ай деген үлкен қызым Айгерімнің есімімен аталады, Т деген менің атым Талғат, У деген жолдасым аты Ұлжан, Ар деген Ардақ деген қызым. Сөйтіп Айтуар деген дүкен ашып, дүкенімізді дөңгелетіп отыр едік. Содан мейрамхана тұрғыздық. 2 қабатты мейрамхана жасап, сол мейрамханаға енді өзіміз ішіне мен жолдасым булочка, жаңа нанын пісіремізде бір пеш алдық. Содан енді ауыл болғаннан кейін ел құлақ елу дейді. Естіген болар, бір күні ауыл әкімі Балапан Әділханова деген ауыл әкімі бар еді, үлкен кісі. Сол кісі келіп маған Талғат, сен мынау рестораныңды аш, мейрамханаңда бір пеш бар екен, көрейін, көрсет деп келді. Ауыл әкімге кейін ашып көрсеттім, ойымда ештеме жоқ. Бір жеттен кейін аудан әкіміне шақырды мені. Аудан әкімнің қабылдауына бардым. Аудан әкім айтты маған, ауылда нан жоқ екенін білесің. Сен мынандай пешті әкеп қойыпсың деп, ол кезде Ерғазы Қошенбеков деген кісі болған. Сол кісі айтты, сен ауылда нан пісір мына пешіңменен. Аудан әкімшілік жағынан көмегімізді береміз. Тиісті құзырлы органдарға мен тапсырма беремін, көмектесейді, қолдайды деді. Сонымен жайлап әкелген бір пешімізбенен, ол кезде российский болған, Саратовтың пеші, тоқ пеш электрический. Сонымен нан жаба бастадық. Содан нанымыз жайлап жүре бастап, ол бір пеш аздық қылды. Тағы екінші пеш алдық. Сонымен 2 пешпен жауып отқанбыз, аздап ауылға нанды. Содан 2011 жылы осындай бағдарлама болғаннан кейін мен енді неге мынандай бүкіл ауданды қамтамасыз етпеске? Иә, бұндай мүмкіндікті пайдаланайық деп 2011 жылы аудан әкімшілігіне облыс орталығы Талдықорған қаласынан осындай даму қорынан келіп, әкімшілікке бізді жинап, әкімнің залына бәрі жағдайды түсіндіріп, 2011 жылдан бастап осындай 20-20 деген елбасының мынандай бағдарламасын іске асырамыз деп, содан бәрімізге, кәсіпкерлерге
жобаларыңызды, бизнес пландарыңызды дайындаңыздар, өткізіңіздер деп әдірсін бәрін беріп, Талдықорған қаласына шақырып кетті. Содан ауданнан 8 кәсіпкер бағдарлама жасадық. Сол 7-інің бағдарламасы өтпей қалды. Менің бағдарламам өтті. Мен 3 күннен кейін Талдықорған қаласына барып, мән-жайды сұрап, бәрін анық-қанығын біліп, қалай істеу керек екен, не істеу керек екен, бәрін түгел жазып әкеп. Сол дамудан қалай түсіндірді, мен солай жұмыс жасадым. Соныменен бұл сәуір айында басталған болатын. Желтоқсанның 20-сында біздің есеп қорымызға 12 миллион теңгемізді салып берді өкімет. Сонымен осындай бағдарлама жасап, Турцияға барып, кәдімгі полный комплектный линия, кәдімгі хлебзавод айтуға да болады. Оны елегіштен бастап, бәрін түгел Турциядан барып. Содан қазір жағдайым жақсы. Жақсы. Қазір халыққа керек қара нан, ржаной дейді, оны да пісіреміз. Түріктің калаш деген нандарында пісіреміз, бөлке нан пісіреміз, батон, лепешка. Өтуі қалай өтуі? Осы өтуі қиындау. Өтуі қиындау болатыны, біздің ауылымыз 200 километр жақын жер, мынау үлкен мегаполистен, Алматы қаласынан. Алматы қаласына неше түрлі нандар да келеді, бізге кедергі болады, мен сондай рискке барып, бәрін кепілдікке қойып. Енді бәсеке дейтін бар ғой. Нарық заманы бәсеке, одан да дәмді пісіріңіздер, одан да бағасын түсіріңіздер. Соған ұмтылып күннен күнге тырысып жатырмыз. Қазір жағдайымыз дұрысталып келеді. Мен Европаның біраз жерін аралаған адаммын. Сонда мемлекеттің бюджетінің деншілігін құрайтын осы шағын кәсіпкерлік пен орта кәсіпкерлік. Үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Иә, даму қоры арқылы 2020-ға дейін 30 миллиард бөліну жоспарланған. Жоспарланған 28 миллиард осы жылға субсидия. Әр жыл бөлініп тұрады. Мысалы, осыған дейін қанша бөлінді? 2011-ден бері қанша бөлінді? 2011-ден бері қазір жалпы бөлінген ақша 100 миллиард теңге. 100 миллиард? Иә, 100 миллиард теңге сомасында. Яғни жаңағындай 12 миллионнан, 100 миллионнан, 5 миллионнан шағын кәсіпкерлікті дамытуға берілді. Солай ма? Берілді. Оның ішінде субсидия да бар, кепілдемесі де бар, содан кейін инфрақұрылым жеткізіп беру де бар, содан кейін оқыту бағдарламалары бар. Соның бәрін алып қарағанда 100 миллиард теңге шамасында. Бұл бағдарлама аясында бірнеше инструмент бар. Соның ішінде субсидияға осы 3 жыл аясында 46 миллиард теңге субсидия ретінде кәсіпкерлерге жеткізілді. Қалай қайтарып жатсыз? Пайызы қанша? Күнделікті қайтарамыз. Ай сайын 7%-менен, негізі 14%, 7%-ын мемлекет кәдімгі даму қоры арқылы төлеп отырады. 7%-ын сіз қайтарасыз? 7%-ын мен қайтарам. Министрлік өкіліне мынаны сұрағым келеді. Осы шағын және орта кәсіпкерлік қазір Қазақстанда біз үнемі пайызбен сөйлейтін болдық қой. Үлес салмағы қанша болып отыр жалпы? Жалпы шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 17,5%. 17,5%. Иә, бұл өте төмен көрсеткіш. Себебі басқа дамыған мемлекетті алып қарасақ, оқты 40% мысалы. Сондықтан біздің алдымызда елбасы сондай тапсырма қойды. Сол 2030 жылға шейін осы үлесті екі есе арту керек деп. Мынаны қараңыздар. Сіздер енді айналысып жүрген кәсіпқой білікті мамансыздар ғой. Біз 17,5-дан осы 17,5-да 15-17-те тұрғанымызға біраз жыл болып қалды, солай ма? Бұның алдында енді шын айтқанда методика өзгеруіне байланысты әртүрлі есептер болды. Әртүрлі есептеу болды ма? 21% болды, 22% болды. 2011 жылы методиканы өзгеруіне байланысты 17,5% болды. Екінші жағынан енді есептейтін бір жайт бар. Біздің мемлекетіміз негізі көптеген табыстарын мұнай газ секторын тауып отыр. Соңғы уақытта өздеріңіз білесіздер, мұнай газға әлемдік рыноктарда баға шарықтап тұр, оның да әсері бар. 2020-ға дейін оған дейін бір 30%-ға шейін жетеміз. Жақсы. Несие алу қазір қаншалықты жеңіл, қаншалықты қиын? 8 адам ұсынған, бір ауданнан 8 кәсіпкер. Біреуінікі ғана өткен, жетеуі ала алмаған. Ол жетеуі ала алмағандар қазір былай айтып жүр. Қазір несие алу өте қиын деп айтып жүр. Неге қиын? Бұна кісі қалай алды, мысалға, иә? Ол үшін өте сауаттылық керек па? Оның бәрін анау тәуекелдерді есептеу керек па? Осыны түсіндіріп айтып бере аласыз ба, мысалы, алам деген адамдарға? Иә, алам деген адамдарға ең бірінші айтатыным, шынымен бұл жақта біліктілік қажет. Ең алдымен мысалы осы бағдарламаның ішінде қандай инструменттері бар, сол жөнінде мысалы ақпарат алу керек. Ақпарат алу үшін қазіргі таңда мысалы даму қорының жерде өзінің филиалдары бар, немесе жергілікті әкімшілік бар, солар ақпарат бере алады. Мысалы қандай несие алудың сол жолдары жөнінде. Бұдан бөлек қазір біз аймақтарда кәсіпкерлік қолдау орталықтарын ашып отырмыз. Олар ақпараттандыру мәселелерімен айналысады. Ол бірінші жол. Екінші жол, ондай адамдарға айтарымыз, олар сол ақпарат алып алып, содан кейін даму қорының 2 күндік курсы бар, бизнес кеңесі деген. Оқу керек, тегін. Тегін оқу керек.
тегін оқып, ол жақта оқып қана қоймай, оларға тағы да мысалы сол құжаттарды дайындау бойынша тиісті мысалы кәдімгі сол мысалдарын көрсетеді. Мына құжаттарды қалай дайындау керек, бизнес жоспарды қалай дайындау керек, соның құжаттарын тіпті береді. Сондықтан соны өтіп алып, үшінші жолы ол кісілер бизнес жоспар жасау керек. Бизнес жоспар жасаған соң сол құжаттарды барлық талаптар бойынша, банктың талаптары бойынша сай болса, иә, банкке өткізіп, сөйтіп банк талаптарына сай жағдайда ол өтетін болады. жеке шаруа қожалықтарына сіздер бересіздер ме, бермейсіздер ме? Жеке шаруа қожалықтарына береміз, бірақ та келесі жылдан бастап өздеріңіз білесіздер, мемлекетімізде агробизнес 2020 бағдарламасы жүзеге асып отыр. Сондықтан олар негізі келесі жылдан бастап сол агробизнес 2020 бағдарламасы олар соған береді. Әзірше беріп тұрсыздар. Қазір беріп тұрмыз. Иә, біздің келесі кейіпкеріміз Ақтөбеден, Мұғалжардан ауданынан келіп отыр. Марат Махамбет, жеке шаруа қожалығы бар, бірақ несие ала алмай жүр. Мәке, келіңіз. Қош келдіңіз. Келіңіз, төрлетіңіз. Мал өсіресіз ба? Мен мал өсіріп отырмын. Қанша малыңыз бар? Қазір 20 басты ірі қарам бар. Ірі қара бар. Ірі қара бар. Оны одан сайын көбейтсем дейсіз. Несие алмай жүргеніңізге бір 2 жыл, 3-ші жылға кетіп барады қазір міне. Иә. Бармаған жерім жоқ. Осы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының акиматы да бәрін есі. Дамуға бардыңыз ба, дамуға? Әлі беріп жатыр ғой кісілер. Дамуға да бардым. Өйткені Атамұрат Талғат деген болды жаңа. Кәсіптік дамудың несінде замы болып істеді бастығының. Ол қазір ауылдық округқа барды. Соны мен 1 жыл таскайт етті мені. Одан 20-20 бағдарламасына жіберді, алып барды да мынаны мені нетті да, мына оралманнан құтыла алмадым деп. Сосын мен ашуланып, енді кімге барам, сыртқа шығып, олар мені оқуға жіберді, сертификат болмайды, оқымаса ақша бермейміз деп. Мен көп жыл болды ашқаныма. Оқытып келдім, 20-да сертификат алып, содан қайттан 1 жыл сүйретті. Құраниядан 20-20 отқан. Даму қорына барсаңыз, сол жерде арнайы мамандар отыр, солармен келісіп, кеңесіп, жоспарыңызды ыңғайлап, банктен өткізіп алу керек қой, оны болды ғой. Алып жатыр ғой. Маған бермейтін себебі неңіз келмейді дейді жаңағы. Неңіз? Залог жоқ дейді қоятын. Міне енді әңгіме басқа жаққа қарай келе жатыр. Яғни сізге кепілдікке қоятын зат жоқ. Зат жоқ дейді. Иә. Ал мен келесі жылы даму несіне барғанымда Талғатқа. Мен Шалқар районында шешемнің үйі болды. Өзімнің анамның. Соны қояйын дедім. Сөйтсеңіз? Оны мен келді даму неге жіберді, Батабанкеге, сол жерден маған не алып кел деп. Мен барып Талғатқа қайтадан жіберді. Талғатқа барсам, Талғат 2 күннен кейін қазатайсы документіңізді дайындап берем, содан кейін барып шығады. Ол тағы созбалап жүреді мені. Созбалай береді. Әйтеуір, үмітіңіз үзілген жоқ па әлі? Үмітіміз үзілген жоқ. Осындай кісілер ауылда көп. Аз-маз малы бар, 20 шақты ірі қарасы бар, 100 шақты қойы бар. Олар одан сайын дөңгелетсем дейді. Ол аз малдан бәрібір көп табыс келмейді. Оны да көбейтсем, сиыр саусам, бие саусам, малды бордақыласам дейді, асылдандырсам дейді. Бірақ бұл кісілердің кепілге қоятын заттары жоқ, мүліктері жоқ. Көрдіңіздер ма? Ал сіздер даму қоры бере алмайсыздар. Неге? Өйткені банктың талабына сай келмейді. Шын айту керек, бұл жақта енді бизнес жол картасы бағдарламасын негізі жүзеге асатын тетігі ол банктер арқылы. Ал банктердің ең үлкен талабы ол әрине залог сұрайды, бағаны немесе кепілдендіру сұрайды. Біз оны шешу үшін біз былтырғы жылдан бастап кепілдендіру бағдарламасын енгіздік. Кепілдендіру бағдарламасы аясында мысалы жаңадан басталған кәсіпкерлер 20 миллион теңге шейін несиені олар 70%-ға шейін олар біз мемлекет кепілдендіретін болады даму қоры арқылы. Ол егер оның өзде жүзеге аспаған жағдайда айту керек, негізі ауыл шаруашылығына қатысты мәселе жобалар тек қана бизнес жол картасы бағдарламасы арқылы емес, басқа да бағдарламалар бар. Оның ішінде алып қарасақ, жұмыспен қамту бағдарламасы аясында көбінесе ауылдық жерде мысалы шағын несие берілетін болады. Бұдан бөлек осы Казагроға қарасты ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау орталығы деген бар. Ол барлық облыстарда соның өзінің филиалдары бар. Олар негізі несиені сол 6-7% шамасында осы ауылдық жердегі кәсіпкерлерге олар тіпті залогқа керек десеңіздер сол ауылда тұрған үйде, ауылда тұрған мүлікте ала береді. Біріншіден мен бұл кісіге сол Казагро бағдарламаларына қатысты солар ақпарат дұрыс алып, Казагро қаржы компаниясының сол жердегі өкілеттілігіне барып, сол жерден дұрыс кеңес алуын сұрар едім. Себебі бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы мұнда негізгі мақсат алдына қойған ба, өндіріс өнімдері
және басқа да транспорт, коммуникация дейді, сондай сол жақтағы негізгі дамыту мақсат сондай тұр. Ал бізде осы Қазагро қаржы компаниясы бұл да мемлекеттің құрған және де ауыл шаруашылық министрлігінің сол жергілікті жерлердегі нақтылы қаржылай инструменттерін көрсете алатын соған арналған компания. Сондықтан да олардың мемлекеттің атынан жүргізіп отырған өздерінің бағдарламалары мүмкін бизнестің жол картасы бағдарламасына қарағанда осы ауыл шаруашылығымен айналысатын кісілерге тиімді деп есептейміз. Себебі пайыздық банк арқылы емес тура беріледі, пайызы 6%. Мысалы, соңғы 2 жыл бойы сыбаға бағдарламасы жүзеге асырылды. Қазіргі жағдайда жаңа айтып отыр, біз дамуға емес, біз Қазагро дейтін өзімізде бар. Оны кейін жаңағы банкте бар, біздерде өзімізден ауыл шаруашылығына көмектесетін. Сонда бәрі субсидия жасалған. Мен айтайын дегенім, қазір действительно кепілдігіңіз жоқ болуы мүмкін. Себебі қазір осы кеше ғана біз заң өткізейік деп жатырмыз. Страхование компания арқылы осы акиматта құрылады, комиссия құрып, сіздің кепілдікті солар береді кейін. Страховой компания беретін болып жатыр енді 14 жылдан бастап. Қазіргі жағдайда сыбағадан алмаған адам жоқ енді. Сіздің енді таңғалап сізге таңы. Бізде ол сыбағаның егер 25% жаңағы өзіңіздің 30 сиырыңыз болса, сізге 90 сиырға шейін беруге болады. Оны 2 жыл төлемейсіз. 7 жылға шейін. Жаңа айтып отқан сол 2 жылды. Соның кейін өзіңізде сиырыңыз анық болса, соған қосып 3 есе артық береді. Қанша субсидия, мысалы 25% болса, 75% біз сыбаға береді. Одан басқа да мысалы қазір қойларға беріп жатырмыз. 8.000 қойы болса, 8.000 теңгеден жаңа қойыңыз 20.000 тұрса, 8.000 субсидия береді. Қымызға да беріп жатырмыз, сүтке де беріп жатырмыз. Мысалы, қымызға 60 теңгеден литріне, 1 килограммына. Жаңағы етке де беріп жатырмыз, жылқының етіне 100 теңгеден қосылады субсидия 1 килограммына. Мен айтайын дегенім, қазір мысалы осы 14 жылда мына заң өткеннен кейін, страховой компания болғаннан кейін, акиметта комиссия болады да, страховка жасағанға арқылы, соларға комиссия арқылы шешіп береді. Яғни келесі жылдан бастап кепілсіз ақ алуына болады. Кепілсіз аласыз. Өзіңіздің жаңағы есіктен есік тоздырып жүргеніңізге қарағанда, сізде ол көп нәрсе жетіспейтін болу керек. Жоқ, аға, мен сізде сұрайтынымыз. Мені 20-да-20 бағдарламасына жіберді мені. Мен сол жерден агробизнес 20-да-20 20-да-20 бағдарлама сол жерден аласыз деп. Мен сол жерден бермей отыр қазір. Мен сыбаға бағдарламасы бармыз, ол жерден маған берілмейді. Мені 20-да-20 бағдарламасы оқытты, сертификат берді. Сол жерден беріледі деп. Енді сол жерден барлық облыстар, мен қазір келерде көрдім. Барлық облыстар сыбағаны асыра ақша жоқ деп отыр. Ақша беріңіздер деп қазір. Бұрынғы берген ақшаны бәрін пайдаланып, уже жылдың аяғына шейін пайдаланып қойған. Соған қарағанда сіз кеш қалыпсыз оның үшін. Жақсы. Біздің осында көрермендердің ортасында тағы бір өз кәсібін ашсам деп жүгіріп жүрген, бірақ ала алмай жүргеніне 6 жыл болған Орынгүл отыр. Орынгүл Баратжан. Мен еліме, отаныма жас болсам да үлес қосқым келеді. Кішкентай ғана ауылдан шығып, мен бастайын деген жұмысым Қазақстан ақиқат аяқ киім зауыты. Мен бұл жұмыспен айланысып келе жатқаныма міне тура 8 жыл болды. Тек қана аяқ киім жөндеймін. Сіз өзіңіз етікшісіз, солай ма? Иә. Енді қазір соны үлкейтсем деймін. Аяқ киім шығарсам дейсіз ба сонда? Иә. Жаңадан аяқ киім шығаруым керек. Осы заманға лай. Жастарымыз да, үлкендеріміз де, кәрілеріміз де бәріне туралап шығарғым келеді. Содан қайда бардыңыз? Бармаған жерім қалған жоқ. Әкімшілікке де шықтым. Асында несие мекен деген банктен 2 рет па, сонда құлап қайттық. Залог жетпейді. Қаладан залог қойыңдар дейді. Ол қалды ғой енді. Қазір басқа бағдарламаларда шығып жатыр, соның бәріне нетіп жүгіріп жатырмын, бірақ та ала алмай жүрмін. Жамбылда қазір білем аяқ киім заводы бар тұғын. Комбинаты бар. Жамбылдағы аяқ киім заводыңыздың аяқ киім киіп жүрген адам жоқ. Ол арнаулы жабылды ғой. Себебі? Иә. Себебі Италиядан әкелген аяқ киімдер, Қытайдан әкелген аяқ киімдер, оның бағасы көп төмен. Мыналардың затраты көп, оның бағасы үлкен, оны ешкім алмайды. Яғни бермейді. Несие бермейді аяқ киім шығаруға, солай ма? Несие бергеннің өзінде аяқ киімнің бағалары, аналар современный шығаратын жаңа Италияның, біз Қытайдың, Түріктің аяқ киімдері көп арзан. Қарапайым халыққа мен өзімнің де ішімнен жасап жүрген есеп бар. Ең бірінші адам мал бақсын, кәсіп ашсын, есеп білген адам ешқашан ұтылмайды. Шегінсем мынандай болам, ілгерісі мынандай болам дейді. Мен жолдасым местный.
ой түсті де қой, кәрі енемнің 28 мыңына қарап отырмайын, тіршілік жасайын деп, ал енді өзім кәсіп ашпайын ба деп, міне, содан бері қытай, 8 жылдан бері қытай. Әйел адам болсам да, мен намыстанбаймын мен, аяқ киім жамап келе жатырмын. Ал енді мынау кісілер сияқты кәсіпкерлерге айтарым, мынандай ақыл кеңес берерім, сіздер негізі табандылық білдіріп, әлде бара беру керексіздер. Себебі мен мынандай мысал келтіремін. Астана қаласында бір оралман кісі шетелден келген, осы өз мынандай жайды айтып берген. Бір уақытта дейді, ол кісі айтады, осы Астана қаласында бір көше бойында тұрған 10 банкке кіріп шықтым, еш қайсынан оңды шешім тапқан жоқпын. Бірақ та соған қарамастан басқа да қаржылық ұйымдарға барып, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау орталығының офис ашылып деді. Біздің ауданда соған барсам, содан кейін олар мен құжаттарымды қабылдап, содан кейін қайта беріңіз деп, содан кейін біраз уақыттан кейін маған телефон шалып, ең алдымен маған 250 мың теңге берді, кейін 700 мың теңге берді, кейін мысалы тағы да қосылып, соның арқасында ең алдымен мен мал сатып алдым деді, одан кейін мысалы оған қоса малға қоса тағы да жер сатып алдым деді, содан кейін қоса тағы да жергілікті әкімшіліктің көмегімен қосымша цех аштым деді. Сондықтан сондай іздене беру керек, табандылық таныту керек. Бағана мына кісінің өзі де айтып отыр ғой, табандылық таныту керек деп. Мына жігіттің жаңағы ала алмай жүруі, бұл жалғыз бұл жігіт емес. Қазақтың бір 90% осылай, пайызы. Өйткен себебі бұл кәдімгі айта береді, анаған түрлі неше түрлі алдынан кедергілер шыға береді. Өйткен себебі бұл жігіттердің талабын сөйтіп өшіреді. Ал енді жаңағын айтып отқан мына қыз келіншек па, айналайын сенің анау аяқ киім жасаймын дегенің бір сұмдық нәрсе ғой. Аяқ киім шеге қағалмайды, біз ұстай алмаған, ине ұстай алмаған қазіргі қыз келіншектерге бұл үлгі. Бірақ бұның негізі қайда? Жаңа айтып жатырмыз, ол сенің етігің шығарған мәсің, кебісің қымбат деп отырмыз. Ол қымбат болмақтар, оның ар жағында неге қымбат болмайды? Неге біз Италияда, неге Қытайда, неге түріктерден тасимыз? Біз ұлттық кәсібіміз көтереміз десек, мынау өнерпаз елдердің өнерлі кәсібіне бой ұруымыз керек. Сонда ғана жұрттың телевизорын қарап, не болмаса жұрттың басқасын көріп, соған қызықтап, жұрттың компьютеріне мәз болып отқанда, біздің бүкіл ғұмырымыз өтеді. Осы ортада біз адасып қаламыз. Ана даму қорының айтып өткен жылдық пайыздық мөлшер 17% деді. Біздің президентіміздің жалпы бағыты былай болған. Біз дейді 100% халықтың 60%-ын шағын және орта бизнеспен дамытқан жағдайда дейді, біздің мемлекетіміздің экономикасы тұрақты болады дейді. Иә. Енді мен айта кетерім, даму қорындағы әсіресе бұл қор жалпы 2010 жылдан бері қателеспесем жұмыс жасап келеді. Бағанағы биылға көрсеткен саны 100 миллиард деп айтты. Енді қараңыздар, кемінде біз мемлекетіміздің 30%-ын шағын және орта бизнеспен дамытқан жағдайда біздің мемлекетіміздің экономикасы тұрақты болады. Қараңыздар, қазір таңда шағын және орта бизнес дейді, бізде микробизнес бар, шағын бизнес бар, орта бизнес бар. Содан кейін барып монополистер кетеді. Біздің мемлекетімізде тұрған бизнесмендердің басым көпшілігі шағын бизнес, орта бизнестан барлығы монополист болғысы келеді. Монополист болғысы келеді. Енді қараңыз, біздің мемлекетіміздегі бана бөліп жатқан қыруар ақшалардың барлығын 30%-ға жұмысса халықты қараңыздар. 100%, 17 миллионның 30%. Қараңыздар, кемінде бір индивидуальный предприниматель, жеке кәсіпкер кемінде жұмысқа 2 адамды жұмысқа алады. 30-ды 2-ге көбейтсек 60% біздің мемлекетіміздің тұрақтылығы сонда артады. Енді мынандай экономика, бүткіл дүниежүзі экономикасы мынандай сұраныс және ұсыныс деген заңдылық бар. Қараңыздар, дейді, тауардың көлемі ұлғайған кезде оған деген баға төмендейді. Расында, ал тауардың көлемі азайса, онда оған деген баға шарықтайды дейді. Біздің мемлекетіміздегі қарапайым халықты бизнеспен және кәсіпкерлікпен дамытпасақ, біздің алып атқан шетелдің тауарлардың барлығы өсіп кете береді. Сондықтан біздің мемлекетіміздегі қыруар ақшаның бірін қарапайым халыққа жұмсалу керек. Кәсіпкерлікті дамыту керек. Айтып отқан филиалдар. Қазіргі таңда мынандай сұрақ қойым келеді мен. Қазіргі таңда біздің мемлекетімізде қанша облыстарда, қанша орталықтарыңыз бар және қандай іс-шаралар жүргізілді, қандай бағдарлама бар дамуда.
қарапайым халыққа жетіп жатқан. Міне осы жағдайды көтерген жағдайда ғана біздің мемлекетіміз экономикасы тұрақты болады. Сонда ғана біздің мемлекетіміз экономикасы өседі. Жалпы министрлік шағын және орта кәсіпкерлік дамыту үшін нақты қандай шаралар атқарылып жатыр? Негізі министрлік біраз жұмыс атқарылып жатыр. Атап өтетін болсақ, біздің негізгі мақсатымыз мен көптеген азаматтарымызды, бүгін бос жүрген азаматтарымызды осы кәсіпкерлік ісіне тарту. Себебі бізде түсінеміз, басқа дамыған мемлекеттердегідей біз халқымыздың көпшілігін осы өз кәсібіне тартатын жағдайда сол кезде ғана экономика шарықтайтын болады. Сол себептен біз бүгінгі таңда қаржылай қолдау және қаржылай емес қолдау жағынан да біраз істер атқарып жатырмыз. Қаржылай қолдауды алып қарайтын болсақ, ол бизнестің жол картасы бағдарламасы бар. Бұдан бөлек бағанағыдай жұмыспен қамту бағдарламасы бар. Оның аясында кәсіпкерлер өздеріне қатысты қаражат ала алатын болады. Бұдан бөлек мемлекеттен тағы да Қазагроға қатысты агробизнес бағдарламасы. Бұдан бөлек тағы да көптеген даму институттары бар. Енді былай қарайтын болсақ, біз жерлерде сол бағдарламаларды жеткізу үшін біз не істеп жатырмыз? Жерлерде біз кәсіпкерлікті қолдау орталықтары немесе кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарын ашып жатырмыз. Бүгінгі таңда біз облыс орталықтарында бар ма? Облыс орталықтарында. Бұдан бөлек біз бүгінгі таңда 27 моноқалада аштық. Енді келесі жылдан бастап барлық 153 аудан орталықтарында осында кәсіпкерлік қолдау. Келесі жылдан бастап. Яғни кез келген кәсібін ашқысы келген адам сол жерге барып ақыл кеңес ала алады. Сол жерге барып ақыл кеңес ала алады. Бірақ бүгінгі таңның өзінде ол адамдар сол аудан орталықтарында, мен айтарым, жұмыспен қамту орталықтары бар. Бүгінгі таңда сол жұмыспен қамту орталықтарынан, мысалы, жұмыспен қамту бағдарламасынан қатысты кәсіпкерлік шаралар бойынша тиісті өзіне не ала алатын. Бұдан бөлек аудан орталықтарында аудандық бөлім бар, кәсіпкерлік бөлімі. Сол аудандық әкімшілікке қарайтын сол аудандық бөлімнен де тиісті өздеріне қатысты ақпарат ала алады. Сондықтан одан кедергі жоқ. Енді бұл неден бөлек біз бағанада кәсібін ашамын деген азаматтарға бағанада біліктілігін, сауаттылығын көтеру үшін біз оқыту бағдарламаны жүзеге асырып отырмыз. Ол мысалы алып қарасақ, ол бизнес кеңесші бағанандай 2 күндік бағдарлама. Бұдан бөлек біз тағы да былай кішкене сәл ісін ілгерілеп тем деген кісілерді шетелге жіберіп, мысалы Америка, ақш, Америка, бұдан бөлек мысалы Германияға жіберіп, сонда олар тәжірибесін алмасып, бұдан бөлек сонда жергілікті кәсіпкерлермен өздеріне қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береміз. Бұл айтқанда мемлекет тарапынан көптеген жұмыс атқарылып жатыр. Әрине, мысалы бүгінгі мысалы студияда көптеген сындарды естіліп жатыр. Проблемалар жоқ емес, бар. Бірақ та проблемалардың не себеп? Әрине, жергілікті жерде мысалы түсінбеушілік те бар. Түсінбеушілік бар, мысалы бағанада азаматтар келеді, бағана құжаттарын дұрыстап қабылдамайды. Тіпті керек десеңіздер, бізге де біраз шағымдар түсіп жатыр. Мысалы келіп, керек десеңіздер, тиісті ақпарат алмаймын деп. Мен былай ана жаққа жібереді, мына жаққа жібереді деп. Сондықтан сол мәселені шешу үшін біз әрине қазіргі таңда бағанада кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарын ашып жатырмыз. Барлық бір жерден өздері консультацияны беріп, бұдан бөлек мысалы сол жерде сол қандай құжаттарды қалай толтыру керек, соның бәрін сол жақтан түсіндіретін болады. Бұдан бөлек енді айту керек, әрине бұл жақта елдің бәрінің көзқарасы әртүрлі, көшіре сөйлетемекші, бірте-бірте сөйлете есептеймін. Бұдан бөлек негізі содан кейін айтарым, жергілікті жерде барлығы оңды солды таратылмайды ақша. Себебі ол ақшаның барлығы және әр жоба қадағаланады. Мысалы қаражат кеткен жағдайда, мысалы соңынан мысалы неше түрлі тексеруші органдар бар, қадағалаушы органдар бар. Сондықтан кәсіпкерлерде олар өзінің жауапкершілігін түсіну керек. Кез келген жерге бермеу керек. Екінші мәселе, бірден айта кететін нәрсе, ауыл тұрғыны дейік, оралман, ана кісі де сырттан келген қандасымыз. Жарайды, ол емес, осы Қазақстанда туып өскен азаматтар, солардың бізге шағымданған кезде айтатын сөздерін білесіздер ме? Біз мына құжаттарының тілі сондай қиын біз үшін. Соны түсіндіріп беретін адамдар қарапайым тілмен бізге түсіндіріп бере алмайды. Ең басты проблема осы деп айтады. Түсінесіздер ме? Бізде жалпы мынандай, бізде бизнестің тілі орыс тілінен аударма тіл. Өте білімді адам болмаса оны түсінбейді. Қарапайым тілмен қысқа, нұсқа етіп, тайға таңба басқанда етіп, ауыл адамдарына неге жасамасқа, неге соны қолға алмасқа дегенді мен 1000 рет естідім. Осы нәрсе тұр. Бұл мәселе бойынша да біз жасап отырмыз. Қазір атап өттік қой, соңғы 2 жылда біз көптеген осында ақпараттандыру, содан кейін біздің халқымыздың осы кәсіпкерлік бағдарламаларына қатысты сауаттылығын көтеру жағында мысалы көптеген істер атқарып жатырмыз. Біз қазір шынымен бағана сіз айтпақшы, қарапайым тілмен, қазақтың жалпақ тілмен немесе орысша, мысалы орыстар көп тұратын жерде орысша
сөзбен жазылған сондай нұсқаулар даярлап жатырмыз. Дайындалып жатыр. Ол нұсқаулар тіпті қазірдің өзіне дайын. Мысалы, ол нұсқауларды сонда айтып отырмын ғой, кәдімгі дамудың филиалдарынан барып алса болады. Дамудың филиалдарында барлық мысалы сол тиісті нұсқаулар бар. Адамның кәсіпкер болам десе, мен сияқты қоймай, есіктің бәрін қоймай, табандылықпенен, со білімділікпен барып алмасаңыздар, мына кісі сияқты оңайшылық жеңіл жолмен ешкімсізге ақшаны ұстата салмайды. Одан кейін біздің мемлекетте бұлай шатыстырады. Мемлекеттің ақшасы дейді, бөліп атырық, беріп атырық дейді. Ақша беретін мекеме банкі. Осыны көп шатыстырады. Неге мен осыны... Банк арқылы береді ғой, мемлекет. Банк арқылы, вот, сізге банкі береді. Сіз үшін мемлекет үстемесін 7%-ын кейін банкіге төлеп отырады. Көрдіңіз бе? Бұның ең қиындығы осы кәсіпкерліктің дамытуы. Елдің ала алмауы да осы қиындығы. Яғни жеке банкілер ашылса дейсіз, тікелей жұмыс істейтін банкілер ашылса дейсіз. Шынын айтқанда біз өзіміз енді 10 жылдай болды, неше түрлі осы кәсіпкерлік саласында бағдарламалар жүзеге асырып келе жатырмыз. Осы 2000 жылдың ортасында бағдарламалар болған, ол бағдарлама аясында сол кездегі даму қоры, ол кезде аты басқаша еді, сол кезде даму қоры арқылы тікелей бағандай несиелер бөлінген. Несиелер бағандай үстемесі өте төмен, тікелей бөлінген. Мысалы, бағандай банк арқылы емес. Бірақ та біз мемлекетте былай айтқанда күйді оның арасы. Себебі, мысалы, сол несиені бағандай мал алып, сол бордақылау цехын жасаймын деген кісілер, мысалы, ол несиені алып, баласын үйлендірген, бағандай дәріхана ашам деп алған кісілер, мысалы, несиесіне бағандай үй салып қойған, сондай. Кезін сондықтан мемлекет соған күйіп қалды, біраз миллиард деген ақшалар кетті. Енді бүгінгі таңда біздің неғып атқан себебіміз, несиелер берумен негізі сол қаржылай институттар айналысу керек. Қаржылай институттар дегеніміз ол жекеменшік қаржылай институттар, ол банктер бар, мысалы басқада. Мемлекет бұяқта кәдімгі мемлекет бағдарламаны жасап, мемлекет мысалы бағдарламаның мысалы талаптарын қойып, сол талаптардың орындалуын қамтамасыз етіп тұру керек. Көптеген бағдарламалар шығып жатыр, неше түрлі барлық тараптардан. Бірақ сол қарапайым тұрғындарға, ауыл тұрғындарына сол бірде-бір сауаттары жоқ сол бағдарламалардан. Қаншама адамдар ынталары бар, потенциалдары бар, бірақ олардың хабары жоқ, сауаттылықтары жоқ. Сіз айтып отырсыз ғой жаңадай ауыл аймақтарда, облыстарда неше түрлі орталықтарды ашып жатырмыз деп. Одан сіздің хабарыңыз бар шығар, менің журналист ретінде хабарым бар шығар. Бірақ қарапайым тұрғындардың ешқандай ол орталық бар екен, осындай бір бағдарламалар шығып жатыр екен, сіз дұрыстап оны жеткізе алмайсыз. Әлі де дұрыстап төселмеген, енді ғана дамып келе жатқан шығар. Өйткені мыңдаған қазақтар өз кәсіптерін ашатындай ынталары бар, бірақ оған жетпейді сол қарапайым халықтарға. Екіншіден, мен жақын арада осы Белоруссиядан оралдым. Сол Белоруссияда Минскіде шетелден әкелінген бірде-бір өнім, киім болсын, аяқ киім болсын, тамақ өнім болсын, көрмейсіз. Кез келген жерде тек қана Беларусь өнімдері. Одан қала берді, мысалы, көшелерде мынандай жарнамалар, шетелдік жарнамаларға тыйым салынған. Тек қана Беларусь тілінде жарнамаларға билбордта түсетін тек қана Беларусь модельдері. Ештеңе жоқ, бәрі де дамып келе жатыр. Киімдер де әжептеуір, жаңағыдай тұрмыстық қажеттіліктерге де неше түрлі заттарды алып келдім өзіме қажетті. Неге біздің қолымыздан келмейді? Келеді, бірақ соны дұрыстап жеткізу үшін, дұрыстап дамыту үшін, сіз мысалы қарым-қатынасыңыз әкімшіліктермен тығыз байланыста болу керек. Сіздің орталықтағы адамдарыңыз қайдан біледі, ауыл аймақтарда кім қандай кәсіппен айналысады, оны қалай жеткізу керек? Тек қана жергілікті орындаушы нелермен тығыз жұмыс істеу. Біріншіден, кәсіпкерліктің даму осы Қазақстанда тек қана даму қорына қарап жатқан жоқ шығар. Себебі әртүрлі саясат бұл салық саясаты. Мына бағана кәсіпкерлікпен айналысу үшін біріншіден не қажет? Біріншіден адамның біліктілігі қажет, адамның басында деген бір ойы болу керек. Үшіншіден сол кәсіпкерлікті айналысуға бастау үшін әкімшіліктен белгілі бір көмек қажет. Себебі оған деген жер беру керек, оған инфраструктура тарту керек. Ол үшін өз алдында кішкене қаражаты болу керек. Ақтөбеден келіп отқан кісі, енді бұл кісінің әрине бірінші бұл жердегі қателікті емес, білмеушілік, ақпарат жетіспеушілігі. Енді қазақ тілінде ақпарат жетіспеушілігі, ол бір үлкен тағы проблема. Егер Жарылқабаға сіз өзіңіздің журналыңыздан бір бетіңізді бөлсеңіз, біз жақсы
өзіміз модуль жасап қазақ тілінде сізге беруші едік. Дамуға мен 2-3 жыл болды. Жыл сайын ұсынам өзімнің 75 мыңдық таралыммен бір бетіме сондай беріңдерші деп. Бермейді. Бермейді, әні береміз деп отыр ғой. Береміз. Жарылқабаға біз сізбен танысқалы 1,5 жыл болды. 1,5 жыл бұрын мен сізге айттым, келіңіз деп. 1,5 жылда сіз бір қоңырау шалған жоқсыз, кабинетке кірген жоқсыз. Егер сіз келсеңіз, егер маған келсеңіз, біз ондай ойымыз бар. Кәсіпкерлік бұл біздің экономикамыздың негізгі бағыты. 20 жыл болды біз тәуелсіздік алғалы. Осы тәуелсіздік алған күннен бастап бізде кәсіпкерлікті дамыту, кәсіпкерлікті жолға қою деген нәрселер қойылды. Соның негізінде бізде Қазақстанда біршама заңнамалар қабылданды. Сол негізгі заңнама қазіргі бүгінгі мына қонақтарымызға тиісті, бұл жеке кәсіпкерлік туралы заң. Жеке кәсіпкерлік туралы заңда бізде шағын кәсіпкерлік, орта, ірі кәсіпкерлік деп бөледі. Жаңағы қазір кәсіпкерлер заңды тұлға құрып кәсіпкерлікпен айналысады, немесе құрмай айналысады. Құрмай айналысатын кәсіпкерлеріміз мына қазіргі жеке кәсіпкерлер деп жатыр. Иә. Бірақ енді ол кәсіпкерліктің түбін алатын болсақ, кәсіпкерлік неге дамымай жатыр десек, оның түбі тереңде деп ойлаймын. Бізде кәсіпкерлердің бәрі істі бірінші бастаған кезде заңды жолдан гөрі заңсыз жолдарды көп таңдайды. Яғни тиісті деңгейде тіркеу, мысалы жеке кәсіпкер ретінде іс бастау түкте қиын емес. Ол салық органдарында ғана тіркеледі жеке кәсіпкер ретінде. Тіпті ол егер жалдамалы күшін пайдаланбаса, жылдық жиынтық табысы көп болмаса, оны міндетті түрде кәсіпкер ретінде тіркеуді де қажет етпейді. Ал жеке кәсіпкер ретінде тіркелу қиын емес. Жергілікті жердегі салық органына барып, өзінің жеке басын куәландыратын құжатын, жаңағы өзінің бастайын деп отқан ісін және соның мекен-жайын көрсетсе, тиісті тіркеу үшін төленетін бажды төлесе жетіп жатыр. Осыдан бастау керек. Кәсіпкер деген адам ол тек қана бір іс бастаушы немесе соның пайда табушы адам емес қой. Шетелде коммерсант деген нәрсе бар. Коммерсант шетелде маман ретінде қаралады. Ол қандай маман? Ол заңгер де, ол қаржыгер де, ол жаңағы ұйымдастырушылық барлық қабілеттер бар адам, және ол жалқау емес адам. Біздің қонақтарға ұсыныс. Біріншіден Нарымқолдан келген кәсіпкерге ұсыныс. Осы жол картасы бизнесі 2020 бағдарламасы аясында грант беру, яғни әкімшіліктер арқылы жобаларды таңдау механизмі бар. Осы кісі бізге келіп, біз құжат жасауына көмектесер едік. Сол биылғы жылдан қалып қойыпты. Келесі жылға сол грант алу конкурсына қатысса деген ұсыныс бар. Сіз енді мынау ала алмай жүрдім дедіңіз ғой. Енді келер жылға біз Министерство сельского хозяйства, мен сонда ауыл шаруашылығында істеп жүрмін ғой. Мен сізді контроль қалайын. Бірақ ол жаңағы жалбыдан гөрі жаңағы сиырды сауы керек, сүтін өткізу керек, жұмыс жасау керек. Сондықтан сен басқа жұмыстарды да ел көреді. Сіз бір сиыр бар да сүтін өткізіп жатыр. Сізде 20 сиыр бар. Сол сияқты тірлік жасап, енді келер жылға мен сіздің қағаздарыңызға көмектесейін. Мен кеше осының алдында келедім деп ойлаған жоқпын. Ауыл әкіміне бардым. Қазір ауылдың халықтың күнкөрісі ағарған. Мен барып сұрадым. Мини дейді ғой, жаңа сүт шығаратын. Сондай ашайық. Өйткені халық сол ағарғанмен отыр. Алатты өткізе алмайды. Үй жағалап жүреді. Сол мен мини ашсам халық жүгірмейді ғой. Молочный цех дейді ғой. Иә. Ол тағы анда барасын, мында барасын деп мен осы соны қозғайын деп келіп едім. Бизнес деген сөз өзі әлі кітап оқулық шықпаған бізде. Россияда жоқ. Бұның екі-ақ кітабы бар, сол екі кітаптың төңірегінде ғана қазір көріп жүрміз. Мен білген, содан ұстаған бірақ сөйлемім бар. Бизнес дейтін дөңгелек, күнде дөңгелетіп отырмасаң тоқтап қалады. Бітті. Екінші мәселе, біздің қазақтың ауылдарын көтереміз десек, ауылдан жұрт көшпесін десек, қазақтың түтіні түзу шықсын десек, біз қазаққа жанымыз ашса, біз алдымен осы мынау кәсіптің жолын беруіміз керек. Алаш арысы Ахмет Байтұрсынов ағамыз осыдан бір ғасыр бұрын қазақ басқадан кем болмас үшін, көштен қалмас үшін білімді, күшті һәм бай болу керек. Білімді болу үшін оқу керек, күшті болу үшін бірлік керек, бай болу үшін кәсіп керек деп айтып кеткен. Ақаңның айтқаны қазіргі кезде де өте өзекті. Біз білімді, білікті болсақ, ауызбіршілігіміз мықты болсақ, кәсібімізді дамытсақ, қана озған, дамыған
елге айналамыз. Айтуға оңай. Аман сау болыңыздар.